Рахмет. Бақыт берген, мен саған жазда бақыт тілеймін және саяхаттау көңіл-күйіне өт. Тілектеспін. Рахметімізді айтамыз. Келесі. Фариза саяхатта бақытты болып. Жақсы, болды. Бір екіншіде де. Фариза, рахметімді айт. Рахмет. Ясмина жазда әдемі бол. Керемет. Көңілді бол. Керемет балалар. Ясмина, рахметімді айт. Барға жалғасыңыз. Аделя, сен әп-әдемі жүре бер. Жазда көңілді бол. Керемет. Бір тектен не балалар? Қане? Мөлдір жазда көңілді бол. Әселі жазда ақылды бол, әдемі бол. Керемет. Келесі. Толғанай, сен жазда өте әдемі қыз бол. Шахризат, сенің демалыс көңілді өтсін. Толғанай, саған сенің демалысың көңілді өтсін және ешқашан ауырма. Керемет. Құдайберген, мен сенің Түркияға барып демалуыңа тілектеспін деші. Жақсы, айта ғой. Қандай тілектейсің? Жылдам балалар, бақыт. далада ойна. Далада ойна, иә. Жақсы. Мегені саған Жақсылық тілеймін, жақсы. Рахметіңізді айтпаймыз ба? Рахмет. Нұрсұлтан, мен саған тілеймін бақыт және әдемі бол. Әдемі бол, керемет. Жақсы бала бол. Жақсы бала бол. Маған не тілейсің ал? Далаға шығыңыз. Мен үнемі далада жүремін. Үйге бар. Жақсы, рахмет балалар. Көп рахмет, бір-бірімізге шапалақ ұрып қояйық. Осы жазымызда біз жақсы демалыс өткізуімізге бір-бірімізге тілектес болдық. Ал енді балалар, мына жерде менде қағаздар тұр, міне қиылған. Осыны аламыз, жылдам аламыз. Бір-бірден ғана аламыз, бір-бірден ғана. Қане? Балалар, уақытты жоғалтпаймыз. Біреу, иә? Азық беріңіз? Иә, азық. Осыдан азық жинаймыз қазір. Біреу ал, біреуге бер. Кім алған? Жақсы. Ал енді жинаймыз балалар. Жинаймыз қане? Жинаймыз қазірді. Біріміздің торымыз табамыз, жұмыс табамыз. Балалар жылдам пазыл. Міне, баланың жарты беті қайда? Жігіттің жарты беті қайда? Балалар, үш топқа бөлме болсын қасыласына. Артық бұзып қай барамыз. Баланың жарты беті керек. Жақсы. Нұрислам қайда? Нұрислам. Топтарымыз дайын. Заттарымызды аламыз міне. Біргесінде бесеуіміз түсінді ғой, жоғалтмаңыздар. Бесеуіміз бір топта. Жақсы. Ал, балалар, бөлек жиналады. Қане, бірінші топ қабылда бұқта? Иә, міне бірінші топ қабылда. Мұның асты қайда енді? Міне мынау бөлек екен. Қане? Иә, мынауынан асты қой дейм, жоқ, қателесіп. Мұнда тұрады. Так, мынау. Қайда тұру керек? Мұнда тұрады ғой. Мұнда. Қане, жинаңыздар енді осы балалар. Қане, ананы қойыңыздаршы, қайсысы? Ананы жалғаспайсыздар. Мынау емес пе? Иә, міне, сіздер таптыңыздар топтарыңызда. Ал, қалған топтар мына жаққа келеміз, мына жаққа. Кімнің қағазы болды мынау? Кімнің? Бекарыстың қағазы болды. Анау кімнің тобы болды? Менікі, сосын тағы кімдікі анау болды? Мөлдірдікі, сосын? Аделя, сендер осы жаққа, ал қалғанымыз мына жаққа. Нұрсұлтан, сен ақ топтасың, Нұрислам. Ақ топқа барсың, Нұрсұлтан, кел, мына жаққа отырасың. Мынаны құрастырыңдар, қане жылдан. Құрастырған тобымыз табамыз сосын. Мына топ кімдікі болды? Болды. Сіздер бірінші топ тұрсаңыз сен. Орындық жедерек? Бір орындық ал. Где третий пазл? Саяхат дегеніміз. Саяхаттан біз не алады екенбіз? Не істейміз? Қайтадан оқы.
өзімізді қайтадан іздеп табуға арналған ең ұлы ғылым. Өзімізді іздеуге. Өзімізді іздеп табады екенбіз. Иә, екінші топ оқимыз. Саяхат жасаудың бір ұтымды тұсы жаңа қалаларды аралап, жаңа адамдармен танысу мүмкіндігінде. Керемет. Қалаларды Саяхат. Не істейді екен саяхатта? Саяхатта жаңа достармен танысу. Керемет. Үшінші топ. Шытырман оқиғалар тұрақты орында емес, саяхат барысында болады. Келген жеріңіз келесі саяхатқа дейінгі үзіліс болсын. Ары қарай сапарды жалғастыра беріңіз, одан ләззат алыңыз. Жақсы. Енді саяхатта біз қандай оқиғалар болуы мүмкін екен? Қандай оқиғалар болады екен саяхатта? Айта ғой. Айтшы, қандай оқиғалар болады? Төл сөз, төлеу сөз деп отқанымыз, иә? Мысалы, қараңыздаршы, мынаны кім айтты? Біреудің сөзі, мынау авторлық сөзі. Солай ма? Демек, бұл бізде төл сөз болады, біреудің сөзі. Өзінің жеке сөзі. Мысалы, мүмкін менің сөзім шығар. Түсінікті ме? Бұл менің төл сөзім. Мысалы, төл мереке, туған күнді айтамыз, иә? Төл дыбыстар, қазақтың төл дыбыстары қандай? Ғы деген сияқты, сол сияқты жеке адамға тиесілі нәрсе, төл. Жақсы ма? Ал керемет. Енді сіздер оқып бердіңіздер. Нұрсұлтан оқыды, осыны деген екен деп айтыңызшы. Оқыған. Саяхат өзіңді қайтадан іздеп табуға арналған ең ұлы ғылым. Деген? Екен. Мынау біреудің сөзі, біреудің төл сөзі. Ал оған мынау автор болып Нұрсұлтан бізге оқып берді және деген екен деген, өзінің ойын білдірді, пікірін білдірді. Демек, бұл бізде автор екен. Жақсы ма? Ал енді балалар, біреудің сөзін біз өзгертіп өзіміздің нәрсемізді айтамыз. Жақсы ма? Қане маған бере қойшы. Қазір мына сөзді мен сіздерге төлеу сөзге айналдырамын. Жақсы ма? Сіздерге оны қазір нақты ақпарат беретін боламын. Қазір сіздерге мен мысал келтіріп жатырмын, иә? Жақсы. Саяхаттауда адам өзінің танитындығын және өзін зерттейтіндігін туралы айтылған ғылым туралы бізге жеткізді, иә? Немесе саяхатта өзімізді танитындығымызды айтты, деп, оның сөзін қысқартып өзінің сөзімен айтты. Ол бізде төлеу сөз деп аталады. Жақсы ма? Демек, бүгінгі біздің мақсатымыз қандай екен? Не істеуіміз керек екен, балалар? Не істейміз? Мәтінді тыңдаймыз, мәтінмен не істейміз сосын? Жұмыс істейміз. Ал мәтіннің ішінен не табуымыз керек сонда біздің? Сөздерді, төлеу сөз. Жақсы. Ал жақсы балалар. Сонымен қатар біз бүгін төл сөз төлеусімен танысады екенбіз, иә? Солай ма? Керемет. Жақсы. Олай болса, бүгінгі біздің мақсатымыз тыңдалған мәтін мазмұн негізінде сұрақтарға жауап бере отырып, иә? Сұрақтарға жауап береміз. Сондағы көтерілген мәселені анықтаймыз, иә? Төл сөз төлеусімен танысамыз. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырады екенбіз. Жақсы ма? Сонымен біз өте қызықты жұмыс жасаймыз қазір. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыз тақырыбы белгілі болды, иә? Қазір біз сабаққа келдік, иә? Сабаққа келудегі мақсатымыз не? Бас, кітап, бас, аяқ, кәмпит. Бұның ішінде балалар, қараңыздаршы. Мұнда айбала деп қала жаздап аузын жиып ала қойды, еркемден қоспай қойды. Ең көп сөз қалдыршы. Қандай сөз мынау? Қандай сөз? Төл сөз. Балалар, еркем деген төл сөз, ал ұзағы кімнің сөзі? Қандай сөз? Төл сөз. Міне
иә, қандай іс-әрекет жасағанын айтып тұр. Көрдіңіз, аузын жиып ала қойды деп, иә, ары қарай не істегенін айтып тұр. Сонымен топпен жұмысқа 1 ұпай, дұрыс жауап үшін 1 ұпай. Жақсы. Үшінші топ. Тегінде адам баласынан ақыл болып арз деген нәрселермен озады деген ұлы Абай. Қайсы төл сөз де? Тырнақшаға. Ең көбі Абайдың сөзі, ол төл сөз екен, ал деген екен ұлы Абай. Автор сөзі. Балалар, дұрыстан? Келсеңіз бе? Жақсы. Міне, топпен жұмыс үшін 1 ұпай, және дұрыс жауап үшін 1 ұпай. Жақсы. Керемет.